Маған кешірім туралы, аяу туралы айтпай қойыңыздар. Шегіне жетті уже. Мен жек көрсеңіздер, жек көріп кетіңіздер. Сол үйге ешкімді кіргізбей-ақ 22 миллионнан, 22 миллион қалдық па, 22 миллионға сатып, соны өлім мен өмірдің арасында күресіп жатқан, ауырып жатқан бала, ананың әрқайсысына көздеріңізге көрсетіп тұр, 1 миллионнан таратып, 22 жанның ем алуына себепкер болсам да, я болмаса сондай бір қиын жағдайдағы отбасыға сол суммаға үй алып берсін де, қалдырмаймын мен ол нені, әйелді. Жек көрсеңіздер, мен жек көріп кетіңіздер. Өйткені ол Алланың берген бағын бағалап тұрған жоқ. Халықтың жасаған жақсылығын бағалап тұрған жоқ. Оны хорошо кешірдім деп жібересің. Оны төлесін ана інісі, төлемесе заңмен барып, кәдімгідей отыратын жерінде отырсын. Өзі отыратын жерінде отырсын, а газелі бар, үйі бар, а 12 миллионды мен қойғызам бәрібір орнына. Дүйсенбіге дейін уақыт берді, дүйсенбі күні төлемесе алған ақшаны. Мен үстіне арыз жазам. Ол үй атына жазылған кезде қордың атынан дарственный, яғни сыйға берілген. Біріншіден, екіншіден, ол үйдің төлеген ақшасы менде тұр, Каспий банк арқылы аударғам, халықтың жинаған қаражатына мұқтаж 4 балалы анаға баспана алу үшін деп комментариймен жібергем. Значит, ол халықтың ақшасын алынған. Қордың атынан сыйға берілген үй. Оны айдаладағы інісі келіп залогқа қоюға заң бойынша құқы жоқ. Şimdi тұрсыздар ма?